Сәлем қыздар, кешкі ас дайындауға идеяңыз болмай отырса, менімен бірге етті рулеттер дайындап көріңіз, әрі бұл рулеттерді тіске басар ретінде де ұсынуға болады. Өте дәмді болып шығады. Ендеше ең әуелі бізге фарш қажет. Дәміне қарай тұз бұрышын себеміз. Алдын ала ет тартқыштан өткізіп пиязда қосып алдым. Және пергамент қағазы қажет. Пергамент қағазының үстіне сұйқымай жағып шығамыз жақсылап. Енді осының үстіне қатты жұқа қылмай жаңағы фарштарымызды жайып шығамыз. Сәл қалынырақтау етіп. Және алдын ала піскен жұмыртқаларды осылай видеодағыдай фарштың бір жақ шетінен қойып шығамыз. Яғни ортасына енді пергамент қағазының көмегімен біздің фаршымызды рулет секілді жинайтын боламыз. Яғни жылжыта отырып. Ортасына мен 3 жұмыртқа салдым. Сіз 4-теу салсаңыз да болады. Енді екі жақ шетін бекітуді ұмытпаңыз. Дәл осылай. Және қайтадан басынан бастап жақсылап енді пергамент қағазымен біздің рулетімізді орап шығамыз. Енді осының сыртынан міндетті түрде фольгамен ораймыз. Және де фольганың да екі жақ шетін бекітіп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста кез келген формаға салып 40 минуттай пісіріп аламыз. Піскен соң міндетті түрде формасынан алып шамамен 40 минут суытуыңыз керек. Және фольгасын шешкеннен кейін де біркелкі кесілсін десеңіз, тағы да бір 30 минутқа суытып алғаныңыз дұрыс болады. Мен асығыс болғандықтан толықтай суығанын күтпедім. Сонда да біркелкі болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.